Не істеп отырсың? Саған телефонды қайтарып берейін деймін. Істеген үшін кешірші мен. Барлығы үшін. О, Дарын, жарайсың. Вот осылай дос болып жүрсеңдерші, тату болып. Мына жерде көріп отырғанымыздай, мысалға бала буллинг жасады, яғни балаға қысым көрсетті. Өзінің достарының алдында сондай бір жағымсыз кейіпкер болып қалды, е. Ұстаздарының алдында жағымсыз оқушы болды, ата-анасының алдында да сондай ұнамсыз бала болып қалды. Демек, өзіне де дұрыс емес. Өзіне де солай ыңғайсыз, өзіне де сол бір жайсыз шығар деп ойлаймын. Өйткені ол жалғыз қалды. Ал мына жерде енді бұлар достасып жатыр, телефонын қайтарды, өз қателігін мойындады. Оның үстіне телефонын қайтарғаннан кейін достары да келіп оны құттықтап жатыр. Былайша айтқанда, жақсы өзінің бір көзқарасын көрсетіп жатыр. Бұдан кейін тағы да дос болайық, ары қарай бірге болайық, бірге ойнайық деген секілді. Өзінің бір жақсы ықыласын көрсетіп отыр. Өте жақсы аяқталды деп ойлаймын. Бала бір топқа қосылды, жеке қалып қойған жоқ. Және топпен жүргеннен кейін бәрі бір жаңағы топтың ішінде, яғни команданың ішінде. Демек, енді бұдан кейін қиындық туындамайды деп ойлаймын.